safe and sound. Something about you stands out. There's something about you. Бүгін біз үйренеміз слайд жасауды. Ол бізде бұлай болады. Суреттерді лақтырамыз. Көріп тұрғандай суреттеріміз қойылды. Енді суреттерімізді үстіңгі жолға көшіреміз. Көшіргеннен кейін бізге мына суреттердің масштабтарын өзгертеміз. Сосын үстіңгі суреттермен жұмыс істейміз. Бастапқыға қоямыз 60 болады. Қалғандарын соны көшіріп қоямыз. Оны бұлай екі жолмен істеуге болады. Мына жерде движение Ctrl-C, ерекшелеу алып Ctrl-V. Болды ма? Немесе копировать. Осының үстіне әкелеміз де вставить атрибут дейміз. Бізде осылай шығады. Так, view, cube, shield. Так, бізде мыналар масштабы кішірейіп қалды. Так, мыналардікін біз ойнамыз, жеткіземіз. Мүмкін жетпіс қоямыз. Жетпіс. Енді мына астыңғы тұрған файлдарға біз эффект қолданамыз. Эффект қандай? Так, видео эффекті. Размытие резкость. Размытие полголоса дейді. Мына жерде біз 30%. Осы размытияның эффектін біз мынаған қолданамыз. Размытие полголоса. Мына жерде 30% көшіріп қоямыз. Бізде қойылды. Енді осыған мына бірінші суреттерге тень деген қоямыз. Радиальная тень. Радиальная тень ол біздің суретіміздің қазір көресіздер қалай болатынын. Ақ түсті таңдаймыз. Непрозрачность 100%. Мына. Мынаны бес қыламыз. Мына қозғалыштар арқылы қозғалтып, орнына келтіреміз. Енді әркімнің қиялы әрқалай. Мен осы қозғалтам. Келесі. Мыналарды көтімізді радиальный қолданамыз. Тура жағын қайталап өтеміз. Здесь непрозрачность 100%. Осылай өзгертеміз. Және әркім бір-екі рет істегеннен кейін ол жаттанды оқыды кәдімгідей, ол тым қиын емес.
И келесі. Енді оларға анимация қолданамыз. Анимация әрине әртүрлі болады. Біз біріншіге мысалға былай қоямыз. Төменнен кішкентайдан үлкенге деген сияқты. Ол үшін біріншіден қозғалтамыз. Масштаб 50. Кілтті қоямыз. Сәл жатып. Масштаб 65 дейміз. 60. Осыны екі шетке былай қолданамыз. Бізде осындай күшті анимация пайда болады. Екіншісіне біз қандай анимация қойдық? Екіншісіне біз поворот қоймыз. Мына жерден начальный точка, бастапқы точка мына жерден -3 ары қарай келе 4. Әдемі болды. Келесі. Ал келесіге біз бұрыштан шетіне қарай қоямыз. Ол үшін мына жерден былай аламыз. Үстіге аламыз. Осы жерде нешеске ауыстырамыз. Ал соңғысына біз мына шеттен былай үшін екі кілт жасаймыз. Ал бұл бізде мына бұрышта тұрады. Сондағысы бұл бізде былай төмен етсе, масштаб кішкене төмендеу болады. Так, 80. 80. Осыған біздің өзіміздің әуеміз қолданамыз. Енді тыңдаңыздар. Fast forward thinking, would you rewind and medicine? I'll be ready where the pieces fall tonight. If they fall again. Мында жалпы осындай қылып істеуге болады. Әрине соңғысын басқа жаққа бұрып қоюға болатын, бірақ сіздерге түсінікті болатын. Анимация егер кімге де осындай әдемі слайд керек болса, қолданыңыздар, үйреніңіздер.